мінекей бір салатымыз. Сәлеметсіздер ме қыз келіншектер, сіздермен бүгін жаңа жылдық шырша салатын дайындайтын боламыз. Алдын ала мен сіздерге кішкене ғана өтінішімді айтқым келіп тұр. Каналымды қолдау ретінде лайк басып, комментарий қалдырып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Ал жаңа жылдық дастарханымызға ерекше түр беретін, төс беретін осы бір ерекше шырша салатымызды дайындауға кірісейік. Керек заттар таныстыра өтейін. Мінекей шыршамызға керек заттарды сіздерге таныстырып өтейін. Мұнда тауықтың аяғы керек болады, сәбіз және жұмыртқа. Барлығын алдын ала қайнатып алдым. Ал мұнда киви, алманы тоже ішіне қосатын боламыз. Кивиді біз безендіруге қолданамыз. Және анар тоже безендіруге керек болады. Арасына майонез қосатын боламыз. Ал соңына дейін, обычный менде майонез осылай жаңағы безендіруге ыңғайлы болсын деп осындай салфанға салып алдым. Ал кеттік, бастайық. Бірінші осылай етімізді сүйегінен ажыратып аламыз. Ең бірінші астына осылай тауықтың аяғы, тауықтың етін салатын боламыз. Негізінде бар ғой, филені қолдансаңыздар да болады, бірақ филеден гөрі осындай тауықтың аяғы или окорочка болады ғой, обычный солар дәмдірек болып шығады да, сол үшін мен осыларды қолданып жатырмын. Осылай етін бөлек алып аламыз. Дәмі енді өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Жаңа жылдық дастархандарыңызда ерекше болып, әдемі болып тұрады енді. Қазір жасалу жолын көрсетемін, ең соңынан түрін көретін боласыздар. Осылай бөлек алайық сүйегінен. Мазырқас сәл күте тұр. Түсіндің бе? Қолым жаным басқа заттан ойнады. Жұмаға ма? Дейсің бе, бір алып жатыр. Негізінде сіздерге екі түрлі оформлениені көрсеткім келген еді. Қазір көрейік. Мұнда окорочкамыз жете ме екен? Кішкене ойланып құрап тұрмын. Бірінші мұнда тарелкамызға коренеден былай треугольник болып қойып аламыз, әп-әдемі қылып бұның астына. Негізі екеу шығады екен, сразу екеуін дайындай салайын мен. Қазір көрейік. Треугольник жасап аламыз. Сіздерге бір нәрсені таныстыруды ұмытып кетіппін. Менде анда сыр болған, сырды да негізі бетіне, арасына да, бетіне де, ең соңында да звездочкасы болады ғой, соған қолдансаңыздар да болады, әдемі кетеді. Қазір сырымды алып алайын мен. Ұмытып кетіппін сіздерге таныстыруды. Треугольник қылып аласыздар ғой. Және осының үстіне жалғастырып кете бересіздер ары қарай. Примерно формасын жасап алдым енді. Және мынау сырды сіздерге ұмытып кеттім таныстыруды. Сыр керек болады бізде. Негізінде мұндағы етті мен қайнатып жатқан кезде тұз салмаған болатын негізінде. Сіздер қайнатып жатқан кезде салсаңыздар болады. Осылай кішкене себелеп жіберейін. Кішкене ғана дәмін келтіру үшін тұз салып жібердім. Қазір көрейік. Осылай майонезді алып өтеміз. Осыдан кейін бізде теркадан сәбізімізді өткіземіз. Сәбізіміз қайда? Сәбізімізді теркадан өткіземіз. Бірінші мұнда істейін. Осыдан кейін бізге алманы тоже теркадан өткіземіз. Алма мен сәбіздің арасына майонез сеппейміз, себебі бұл өзі екеуден сочный болады ғой, сулы болады да, сол үшін екеуінің арасына қоспай қоямыз. Алмадан кейін қазір міндетті түрде қосамыз, өйткені одан кейін мен жұмыртқаны саламын, жұмыртқадан кейін сырды салатын боламын, олардың арасына міндетті түрде майонез себеміз. Алмамызды қойып аламыз. Онда бар едеші. Келесі бізде жұмыртқа. Жұмыртқаға тұз сеппей қоямыз, өйткені майонездің өзі бізде кішкене тұздылау болып жүреді ғой. Сол себептен одан кейін тұз сеппей қоямыз.
Mama. Шақырма оны. Mama. Gel. Негізінде қыздар, бізге осылай анарды мен тек бір ғана штук ала салған, осылай кішкене қатты қызыл емес, розовый болып шықты. Сол себепте бармен базар жасай береміз осылай. Avokado. Көмірсіз осылай болады. Опна, bitti mi? Моя dedi. Кәз, бітейінші мынан. 100. Неге? Біреу дайын десек те болады. Неге? Шырша салатымыз дайын болды. Мынау екінші түрі, ал мынау бірінші түрі. Осылай болып шықты мендегі шырша салаттары. Ас болсын. Дай мне сам что знаю. Бірдесен тоқтай алмай қалатын салат болып тұр. Керемет. Қазір балаларға да берем. Неге қыздар қараңыздар, бір жегенде осынша салат жеп қойып отырмын еще. Балам да қайта-қайта ұстап жегісі келіп тұр.